Нәруыздардың денатурациясы және ренатурациясы. Сыртқы жағдайлардың өзгеруі, мысалы, қыздыру немесе туу ортасының өзгеруі нәруыздың құрылымын бұзады. Денатурация әдетте температураның жоғарылауынан, күшті қышқылдар мен сілтілердің әсерінен туындайды. Сондай-ақ ауыр металл тұздары, кейбір еріткіштер және радиацияда әсер етеді. Денатурация нәруыз молекулаларының агрегациялануына әкеледі. Мысалы, жұмыртқаны қыздырғанда осы процесті көруге болады. Ренатурация, денатурацияға кері процесс, нәруыз өзінің табиғи құрылымына қайта оралады. Ғалымдар тіпті қайнатылған жұмыртқаны ренатурациялау әдісін тапты. Зертханалық жұмыстың мақсаты әртүрлі жағдайлардың нәруыз құрылымына әсерін зерттеу. Біз әртүрлі реактивтерді қолданамыз: қышқылдар, сілтілер, тұздар және органикалық еріткіштер. Тәжірибе барысында нәруыздардың тұнбаға түсуін бақылаймыз. Органикалық еріткіштермен тұндыру, қыздыру және қышқылдармен әсер ету нәруыздың денатурациясына әкеледі. Денатурация көбінесе қайтымсыз процесс, бірақ кей жағдайларда ренатурация байқалады. Бұл тәжірибелер нәруыз құрылымының тұрақсыздығын және сыртқы факторларға тәуелділігін көрсетеді.